Бір байқағаным, тахаң ағаларына және құрбы құрдастарына қарағанда жастармен жиірек араласатын. Мені бағалайтын, Сағиды жақсырақ көретін. Сағиға тахаң ғана емес, жұбағаңның да іші бұрып тұратын. Содан да шығар, жұбағаң оны жұмыс қалды. Ал Нұрпейісов оны ұнатпай-ақ қойды. Өзі редактор болып келгеннен кейін оны жұмыстан шығарды. Әрине, адам болғаннан кейін біреу болмаса, біреуді жек көру заңды құбылыс. Бірақ Сағиды жек көру менің ақылыма сыймайды. Лениннің 100 жылдық мейрамына байланысты бүкіл одақ бойынша үздік қызметкерлерді жаппай марапаттау басталды. Соның ішінде біздің поэзия редакциясы да назардан тыс қалған жоқ. Тұманбай екеуміз медаль алдық. Сағиға грамота берілді. Бұл мәселеге біздерді редакция меңгерушілерін араластырмай Ілияс Есенберлин өзі ғана шешкен. Әшейінде ештеңеге мән бермейтін жуас Сағи осы жолы мінез көрсетіп ренжіп қалды. Марапаттау грамотасын жұрттың көзінше жыртып қоқысқа лақтыра салды. Кім екені белгісіз, соны біреу директорға жеткізіп үлгерсе керек, Есенберлин милиционер шақыртып Сағиды қаматып тастады. Біз не істерімізді білмедік. Бір кезде әдеби қордың директоры Сағидың қатарлас досы Әбдірашит Ахметов келе қалды. Түнеріп отырғанымызды бірден байқап, неге көңілсіз отырсыздар деді. Біз болған оқиғаны баяндап бердік. Ақмақ деді әбекең. Ақмақ. Оның кімді ақмақ дегенін кейін түсіндік. Кімдермен байланыс жасап, кімдерге не дегенін бір Құдай біледі. Әбекең 1 сағаттың ішінде Сағиды қамаудан босатып алды. Жалпы Ілияс Есенберлин шындық, әділдік, логика деген ұғымдарға мән беріп жатпайтын. Республиканың кезекті мерекесінде үкіметіміз біраз жазушыны ордендермен, медальдармен марапаттады. Сонда біздің буынға деп бөлінген құрмет белгісін әдебиетімізге еңбегі сіңген, елімізге әбден белгілі болған бірде-бір ақын жазушыға бермей, өз романдарын орыс тілінде жолма-жол аударған Төлеу Шаханов деген орыс тілді жас ақынға бере салды. Ал еңбегі сіңген ағайындар далада қалды. Осындай әділетсіздік әдебиет үшін туып, әдебиет үшін еңбек етіп жүргендерді қорлау емей немене. Олар қашанғы төзет, қашанғы шыдайды. 1000 күн сынбай, 1 күн сынар шөлмек. Құдықтың сыртындағының бәрі ақылды дейді халық. Өз басыңнан кешірмеген соң білмейсің. Сондықтан да Сағи сияқты момында биязы ақындардың әрекеті біреулер үшін оғаш көрінеді әрине. Шынында да сол Сағи қой аузынан шөп алмайтын жуас, өте сыпайы азамат, нәзік ақын болатын. Балалық шағы Ұлы Отан соғысына тура келген және тылда өңшең әйелдің ішінде өсіп қалыптасқан. Сағида жалпы қыздарға тән ұяңдық көбірек байқалатын. Тіпті бір нәрсеге ренжігенде тұқымың құрғыр деп әйелдерше қарғайтын. Қазақтар айтатын қыз мінезді деген сөз тура осы Сағи туралы айтылған сияқты. Оның әзіл қалжыңының өзі желпіп өткен жібек орамал тәрізді жаныңды сипап қана тынатын. Біздер Шәміл, Сағи, Тұманбай және мен жазушы баспасының поэзия редакциясында 4-5 жыл бойы бірге қызмет еттік. Бірге мәз боп, бірге қайғырдық. Біріміздің осалдығымызды біріміз жақсы білетінбіз. Әдетте таңғы 9 бен 9:30-ның арасында редакцияда бас қосып, қолжазба оқуға кірісеміз. Шәміл ғана жұмысына бірден кірісе алмай, біраз отырады. Сосын шыдамай шығып кетеді. Ол шығып бара жатқанда Сағи сағатына бір қарап қояды. Мұның қандай мәні барын кейін түсіндім. Ол сыртта көп болмайды. 15-20 минутта қайтып оралады. Үн-түнсіз ұзақ отырады. Осындай үнсіздікке шыдай алмаған Тұманбай, Шәмаға не болды? Үндемей қалдыңыз ғой дейді. Сәл шыдай тұр дейді. Сағи тағы да сағатына бір қарап алып. Енді бір жарты сағаттан кейін өзі де сөйлей бастайды.
Сағидың бұл астарлы сөзі қарапайым қазақ тіліне аударғанда жаңа ғана ішіп келіп отыр ғой. Ішімдіктің қуаты әлі бойға тарап үлгерген жоқ. Бірер минуттан кейін сөйлете бастайды деген ұғымды білдіреді. Шынында да ішімдік бойға тарай бере Шәміл де аңқылдап сөйлей бастайды. Кейде жұмыстан кейін қанша қажысақ та бір-бірімізді қимай біраз отырамыз. Кейде Тұманбайдың ұсынысымен кинг ойнаймыз. Картаны менен гөрі Сағи мен Тұманбай жақсырақ біледі. Мен тәжірибесіздеумін, көбірек қате жіберем. Сондайда соңғы болып отырған Сағи мені аяп сәл-пәл жанашырлық жасайды. Соны сезіп қалған Тұманбай: айтыңдар шағайындар, осы Орал мен Ақтөбенің арасы қанша дейді. Сөздің астарын бірден ұға қойған Сағи: Ақтөбе мен Оралдың арасы шамамен Есік пен Талғардың арасындай-ақ дейді саспай. Өзімде солай ойлап едім дейді Тұманбай. Ол кезде біздер 30-дың асуынан асып 40-тың қырқасына шығып кеткенбіз. Бір емес, бірнеше жыр жинағының авторларымыз, біразымыз лауреат болып та үлгергенбіз. Бірақ кейбір сәттерде мектеп оқушылары сияқты ойын іздеп тұратынбыз. Бір күні жазушылар одағында болған жиналыстан шығып, өзіміздің кабинетімізге келсек, есік ашық, бірақ ешкім жоқ. Сағидың үстелінде оның осы жақында ғана жарық көрген жаңа жинағы жатыр екен. Жадымдасың жас күнім деп аталады. Редакторы Шәмілдің де, автордың да жазғанын ұнатпай, аннотацияны өзім жазғам. Көзіме оттай басылды. Сағи Жиенбаев сөз сиқырын бойына сіңіре білген санаулы ақындарымыздың бірі. Көзі қырағы, қолы зергер автордың жырлары күнге қызынған құндыздың, аспанға лақтырылған айнаның сынығы сияқты сәулелі де шұғылалы, нұрлы да сырлы. Шағында болса жалынды, аз да болса назды. Ой мен сезімге сегіз суарылған қылықты шумақтар ыстық алақанға қона қалған ақшағар тәрізді тіліңізге тиген бойдақ еріп жүре береді. Оқырманға алғаш рет ұсынылып отырған бұл таңдамалы топтамаға айтулы ақынымыздың негізінен міне осындай туындыларын енгіздік. 7 жинақтан іріктеп сұрыптап алынған бұл таңдамалы шынында да шұрайлы шумақтардан, тартымды тармақтардан тұратын. Автор өзінің осындай бір қымбат кітабын әріптесі һәм қаламдасы Саттар Сейтқазинге сыйламақ болса керек, шумуц титулға «Әрі дос күйеу балам, қашанда сүйеу маған» деп бастапты да, біреу-міреу кедергі жасады мекен, одан әрі жалғастыра алмай кабинеттен шығып кеткенге ұқсайды. Мен Сағидың каллиграфиясын аудыртпай қағазға түсіре алатынмын. Тіліме шәлкестеу бір-екі тармақ ілінді де, әлгі автографты «Әрі дос күйеу балам, қашанда сүйеу маған» кешкілік ішіп алып, қосылып мияулаған деп жалғастырдым да, автор деп қол қойдым. Бір мезгілде Сағи келді. Ашулы жатқан кітабын қарады, өзімдікі дейін десе, бұл тармақтарды ол шығарған жоқ. Менікі емес дейін десе, жазуы тура өз жазуындай. Аң-таң боп біраз отырды. Анда-санда көзінің астымен маған бір қарап қояды. Бірақ ештеңе демейді. Мені күлкі қысып алып барады. Тамағы жыбырлаған адам сияқты өтірік жөткірініп далаға шығып кеттім.